Ұлттық ғылым академиясы ғалымдарының мәліметінше соңғы 50 жылда еліміздегі алқаптың 25 миллион гектары шөлейтке айналған. Бұл жыл сайын ұлғайып келеді. Осы орайда жануарлар мен өсімдіктер әлемінің биологиялық алуан түрлілігін сақтау өзекті. Сондай-ақ биологиялық алуан түрлілікті сақтау жөніндегі халықаралық қор құру қажет дейді мамандар. Сарапшылардың пікірінше табиғи экожүйелерді сақтау бұл тек экологиялық мәселе ғана емес, Қазақстан мен Орталық Азияның тұрақты дамуы үшін стратегиялық міндет. Бұл туралы Алматыда өткен халықаралық форумда айтылды. Бас қосуға халықаралық ұйымдардың өкілдерімен қатар Ресей, Германия, Қырғызстан, Тәжікстан, Әзербайжан елдерінің жетекші ғалымдар қатысты. Жиынның қорытындысы бойынша талқылау барысындағы негізгі ұсыныстар, бастамалар мен биологиялық әртүрлілік мәселелерін шешу жолдары қамтылатын қарар әзірлеу туралы шешім қабылданды. 30 жылға дейін ерекше қорғалатын табиғи аумақты 3,5%-ға арттыру көзделген. Сол себепті ол осы бағытта жұмыс жасап, ең алдымен мына біздің бірегей табиғат кешендерін сақтап, соның жерде ерекше қорғалатын табиғи аумақты құру арқылы, соны біз табиғатымызды сақтап, болашақ ұрпаққа жеткізуіміз керек.